Екінші мәселе, біздің мынау баланы тану деген мәселе, біз әрбір баяндамамызда, лекциямызда бұл мәселені міндетті түрде қыстырып кетеміз. Өйткені бұл өте маңызды. Және де біз арасында айтып кеттік, біздің қазақ қоғамында, қазақ руханиятында өте бір жақсы өнердің бірі адам тану деген. Кісі тану бұл өте үлкен өнер болатын. Өкінішке орай бүгінгі таңда біз бұдан қол үзіп қалдық. Бұл тек психологтардың міндеті ретінде, тәжірибесі бар практикалық кісілердің міндеті ретінде қалып қойды. Бұл негізі қазақ қоғамында кез келген үлкен кісінің жауапкершілігінде және қолынан келетін жұмыс болған еді. Мынау Құнанбай атамызда да жаңа айтып отырмын, Мұстафа Шоқайда 5 баласы бар. 5 баласын оқытқан. Бірақ соның ішінен Мұстафаны орыс мектебіне берді. Ташкентке оқуға береді. Не үшін? Сол баладан бір нәрсе шығатынын білген үшін. Тағы да мақалымызда бар ғой, кісі болар баланың кісесінен белгілі дейді. Кісе деген бүгінгі таңда бел болды. Бел. Соны қалай таққаннан, қандай белді таңдап тағып жүргенінен, қалай тағып жүргенінен қазақ ол баланың қандай адам болатынын білген екен. Әкелер. Мақалда өзі айтып тұр, кісі болар баланың кісесінен белгілі. Ол жерде кісі деген бөтен деген мағынаны білдірмейді. Кісі деген үлкен биік параметрдегі адамды білдіреді. Осындай мәселелер біздің қоғамда қайтадан орнын табу керек, оған әкелер күш салуы тиіс. Яғни біздің ұлттық тәжірибемізде өйткені әкелер осы мәселемен айналысқанын біз көріп отырмыз. Жаңағы Мұстафа Шоқай атамыздың өмірінен болсын, Абай атамыздың өмірінен де барлық баласын оқытты, Оспанлыда оқытты, Ысқақта медреседе оқыды, Жаманхан медресесінде. Бірақ кімді Құнанбай атамыз Семейге берді? Абайды берді, таныған үшін. Ал Абай келгеннен кейін өзінің әкесі 13 жасында алып келіп ел билігіне араластыра, ел шаруасын араластыра бастағаннан Қалиолла деген інісін өтінішпен Абай жіберді. Ал оны таңдаған 13 жастағы Абай Қалиолланы оқуға жіберуді таңдаған. Ал өзінің бір шешеден туған Ысқақ деген інісі бар еді, Оспан деген інісі бар еді. Бірақ одан кейінгі шешеден туған Қалиолланы таңдап жіберді. Бұл жерде 13 жасар баланың әділеттігі де тұр, және кісі тануы тұр. Шын мәнінде Қалиолла сол үмітті ақтады, кейіннен үлкен әскери қызметте жүргенде аурудан қайтыс болды, өкінішке орай. Міне, осы барыста бұл тұлғалардың қалыптасуына кісі тану, әкенің кісі тануы өте үлкен рөл қалыптастырған. Жаңағы айтып отырған Абай атамыз Балғожа би танығаннан, оның талабын көргеннен бері қазақтың қай тұлғасын артып қарамаңыз, сол кезде бәрінде өзінің талабы, кісілігін танығандықтан оларды оқуға береді. Және Семейдегі, Орынбордағы бірқанша белгілі оқу орындары не бар, санау. Соларға берді. Солардан кейінгі біздің қоғамға әйгілі қайраткерлер өсіп шықты. Міне бұл кісі танудың, қазақтың тағы да жақсы сөз бар. Суды сіңетін жерге құй дейді. Шын мәнінде бұл балаңызды оқытпай қой деген әңгіме шықпайды бұдан. Жалпы беттік сауатты болмақ, бұл қазіргі таңдағы бүкіл әлемде қалыпты үрдіске айналды онысында. Бірақ ішіндегі жаңағы бір кемел маман шығатын, керемет биік деңгейдегі кісі шығатын баланы таңдау керек. Соны ары қарай тереңдетіп оқытудың басымдығын соған беру керек. Соны курстарға жаздыру керек, жалпы беттіктей көріп. Міне бұл біздің қоғамдағы мамандардың сапалануына, ұрпақтың сапалануына, содан келіп біздің отбасы құндылықтарының рухани параметрінің өсуіне алып келетін ұлттық құндылықтарымыз.